қағаз жазып береді, қағаз соны оқып береді. Ал басты жасап жатқан бұл қызмет, ол мынау орыс әлеміне, өзінің есіне, Путинге. Путинді Құдай, кәдімгідей Құдайдай жаңағы көріп, Путин кім ол? Путин мынау жаңағы ойламаған жерден билікке келіп қалған ата бабасы құл болған адам, тыңдаңыз, мына Путинге сұрақ қояды ғой жаңағы журналист. Сіз басқа бұрынғы өмірге қайтқыңыз келе ме? Деп тыңдап алыңыз, қазір өзі айтып береді. В каком историческом периоде хотели бы оказаться, посмотреть, как там оно? Сегодня. В прошлые времена все мои предки были крепостными крестьянами, а я президент. Оның ата бабасы құл болған. Журналист сұрайды, бұрынғы заманға қандай кім болғыларың келіп еді дейді. Жоқ, маған керек жоқ дейді. Мен осы заманда болғым келеді. Мен ата бабам құл болды. Көрдіңіз, күліп жымиып тұр. Осындай Шариков, мінекей, құлдың ұрпағы, қазір Ресей ол жарайды, өздері білер, өздері мемлекеттер қой. Біздің мемлекеттерін басқарып, басынып отыр. Мынау сорлы Тоқаев соған қызмет жасап жатыр. Ары қарай мінекей бұның идеясын тыңдаңыздар. Какое событие, которое уже произошло в России, хотели бы изменить? Развал Советского Союза. Что для вас главное в жизни? Результат. Міне, ең басты мына мәселе деп тұрған бұл Совет одағының құлдырауы. Бұл жөнінде мен бірінші рет материал қойдым, бұны сөзін келтірдім. Совет одағының құлдырауы ол трагедия дейді. Енді бұны түзеткішпекші, бұл жаңағы алдында Украина алам деді, енді Украина ештеңе аламайды. Бұл қазір жоспарлап тұр келесі жылға, неке Қазақстан, Белоруссия, Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстанды, Арменияны кіргізіп одақ құрамын деп. Міне, оның жоспарлары ашық, бұның жаңағы айтып жатыр. Бұл жерде міне Тоқаевтың рөлі қандай? Тоқаев мына Путинге көмектесіп, мына орыс әлемін дамытуға, орыс әлемін құруға жұмыс жасап жатыр. Ешқандай біздің мемлекеттің, қазақ халқының бірде мәселесін шешетін жоспарлары, ойлары жоқ. Ашық айтылып жатыр. Былай да санасы бар адамдар, түсінігі бар адамдар өздері түсінуге тиіс. Ағайын. Ал енді қорытындадық, анализ жасадық, болжам жасайтын қандай болашақта, егер біз тыныш отыра берсек, биыл сияқты. Биыл мінекей былтыр 31 желтоқсанда жаңа жылды қарсы алдық, дастарханда жақындармен отырып тілек айттық. Мінекей бәрі қиындықтар ескі жылда қалсын, 21 жылы, 2022 жыл жақсылыққа келсін деп. 2 қаңтарда демалып атқанда, жаңағы жаңа жылды қарсы алғанын демалып атқанда, бізге мына жау жабылып, арнайы операция өткізіп, 2 қаңтар активті фазасы 4-13 қаңтарға дейін өткізіп, халықты қырды. 238 ол ресми берген ақпарат бойынша былай 1000-ға дейін барды дейді. 9,5 мың адамды СИЗОларға, ЕВС-қа кіріп біргенден істеді. Өтеппен қыздырып, қорлап, ұрып, соғып, бірнеше қылмыстық іс қозғап, террористер деп атап, өлген адамдарды қазір кінәлі деп, террористер осы деп. Мынау Қазақстан жаман болсын, жақсы болсын, олигархтардың бәрін шошытты. Бір тырп етсеңдер, қарсы шықсаңдар, Карим Мәсімовтің қасына мал қораға қалмаймыз деп, сол үшін терроризм жасатып, іс қозғатып, бәрін салбыратып қойды мінекей. Бұл өте мына Путиннің, ФСБ-ның жоғары деңгейлі жасалған арнайы операция. Мен оны айттым, жоғары баға берем. Бұлар біздің жаулар әрине, бірақ бұлардың әрекеттері, олардың жоспарларын жүзеге асыртты. Кім Путин риза болып Шойгуға алғыс айтты. Четко, слаженно, как часы сработали деді. Көрдіңіз ғой. Енді бұлар өздерінің осындай арнайы операцияның жемісін жеп жатыр, Қазақстанды өзіне басып алып жатыр. Міне, енді біз қазақ халқы осыны бәрі түсініп, біліп, не істеуіміз керек жаңа жылда? Осылай үндемей отыра береміз ба? Үкімет бар, парламент бар, президент бар деп. Қашанда олар жоқ, қашанда олар коллаборанттар, қашанда олар толық мына орыс әлеміне жұмыс жасап жатыр. Көп тұрсыздар ғой. Сондықтан күрес жолына шығайық жаңа жылдан бастап. Саясат
саясаттан қашпаңдар ағайын. Саясатқа сен қанша қашсаң да, саясат бәрібір сен барады саған, үйіне барады. Көшеде, дүкенде балан тұрғанда кезекте саясат, анау кеше Айкөркемді басына атқан 4 жасар бала, Сұлтанды 12 жасар баланы снайпер атқандар, ол саясат. Мынау бағалар өсіп жатыр. Мінекей бүгінгі күні констатация жақында азаттық қойды, 40%-ға өсті кейбір азық-түлік тауарларға бағалар. Ол биыл кадр 1 қаңтар өтеді, 7-10 қаңтардан кейін бағалар тағы да өседі, тоқтамайды. Ол себеп Ресейдің шекарасы ашық, Ресейде қандай бағалар бар, дизтопливо, бензин, қант, барлық бағалар. Ресейдің табыстары үлкендеу, бірақ оларда бағалар да өседі. Сондықтан қазір Ресейдегі бағалар бізге келеді. Тоқаев оның жөнінде басын қатырып атқан жоқ. Ол жаңағы орыс мектебін ашу керек, орыс институтын ашу керек, орыс әлемін кіргізу керек, орыс жаңағы бизнесмендерге жағдай жасау керек. Орыс бизнесмен бірнеше жүзін Астана финанс деген неге центрға тіркеп, салық бір тиын төлемейді. Мінекей, қараңыздар, салық төлемейді. Мынау жалғыз индус болды. Мына Назарбаевтың командасына емес, Назарбаевтың командасын бәрін мүлігін тартып алды, орыстарға берді. Енді қазір индусты шайқап жатыр. Тоқаевта басқа шара жоқ, ой жоқ, тек Путиннің тапсырмаларын орындау. Осыны түсіне отыра, саясатқа кірмеу бұл қазақтың нағыз қылмыс жасау. Өзіне қарсы, өзінің жанұясына қарсы, және де болашақ ұрпақтарға. Саясатқа кіру қиын емес, жеңіл. Мінекей. Қай болса да бейненің астында сілтеме тұр, анкеттаны толтырыңыз, халық таңдау партияның қатарына кіріңіз. Маған ниеттес адамдар керек, маған команда керек. 50 мың адам жинағаннан кейін біз мәселені шешеміз. Басты мәселе мынау елдегі ахуалды түзетеміз. Баста тұрғанды, мынау конструкцияны аяққа тұрғызамыз да, сосын қимылдатып жұмыс жасатамыз. Билікті қолға алғаннан кейін шекараны жабамыз. Путиннің қорқатын ештеңесі жоқ. Путин мәселесін американдар бастады, олар түбіне жетеді, шешеді. Оны анық көріп тұрмыз. Бізге күтіп келе жоқ. Мына өлі шешіліп қалады, қазір Путинді алып тастайды. Мен тағы айтамын, Путиннің бір жағы плюсы бар, ол стабилизирующий фактор. Ертең Путин өліп кетсе, кетіп қалса, мына біздің олигархтар тірілетті, шығатты, бұлар ақшаны құйып, ақын-мақын шығаратты, сайратып, бізде соғыс ашады түбі. Вахабиттер, ең мықты позиция Қайрат Сатыбалдының командасында вахабиттерде мешеттер жай ашқан жоқ, мешеттерде ячейкалар бар, бірнеше мың. Анау талиптар сияқты бұлар мотивированы. Мінекей партия деп жатыр, мынау қазір тіркеп жатқан Тоқаевтың фейк партиялар. Партияның көкесін көресіздер, қашанда Путин өліп қатса аяқ астында, мынау мешеттерде вахабиттер, міне солар көрсетеді партияның қандай болады екен. Міне. Сондықтан Путин орында тұрғанда біз атақа жасау керек та, мына мен тәсілімен билікті қолға алу керек. Бұл жерде бәрі санаулы, бәрін жоспарладық, бәрін ақылмен шешеміз. Қорқатын ештеңесі жоқ. Міне, айтарым осы. Таңдау көп емес бізде. Егер үнсіз отыратын болсақ, мына орыс әлемі толық жұтып қояды да, біз Ресейдің колониясына қайтып келеміз. Мынау 1 миллион орыстар жайдан келген жоқ. Бұлар сынып жатыр. Бұлар екінші освоение целini жасап, Қазақстанды беліне байлап қоймақшы. Оған жол бермеу керек. Күрес жолына шығайық ағайын. Ал енді